Сәлем достар, біздің фермамызға қош келдіңдер. Бүгінгі бөлімде біз үй жануарларымен танысамыз. Қазақ ежелден мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан халық. Қазақ халқының ерекше қадір тұтатын жануарының бірі жылқы. Жылқының шаруашылықта маңызы өте зор. Ол ет және қымыз өндіру, салт міну, арбаға не шанаға жегу, әскери және спорттық бағыттарда өсіріледі. Балалар, менімен бірге қайталаңдаршы. Жылқы, жылқы, жылқы. Бәрекелді. Сиыр мүйізді күйіс қайтаратын жануар. Сиырдың сүті мен еті бағалы тамақ өнімдері. Балалар, сиыр қалай дыбыстайды? Дұрыс, сиыр мө деп мөңірейді. Қайталап көрейікші. Сиыр, сиыр, сиыр. Жарайсыңдар. Бұқа. Бұқа мүйізді ірі қараның еркегі. Сиырға қарағанда бұқа ірі, салмақты да едәуір ауыр. Балалар, менімен бірге қайталаңдаршы. Бұқа, бұқа, бұқа. Жарайсыңдар. Ешкі мүйізді шөп тұяқты күйіс қайтаратын жануар. Ешкі сүті адам ағзасына өте пайдалы өнім. Оның құрамында әртүрлі дәрумендер бар. Балалар, ешкі қалай дыбыстайды? Дұрыс, ешкі мә деп маңырайды. Қанекей бірге қайталайықшы. Ешкі, ешкі, ешкі. Балапан, сен мұнда не істеп жүрсің? Балалар, балапан анасын жоғалтып алған сияқты. Алдағы уақытта біз балапанға анасын тауып беруге көмектесеміз. Оны біздің үй құстары туралы бөлімімізде көре аласыздар. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп алмау үшін біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.